Паранормалды құбылыс дәлелі жоқ болса да, миллиондаған адам бұл нәрсеге сенеді. Мүмкін сіз де сенерсіз, қаладағы, медиадағы, таныстарыңыздан, жақындарыңыздан естіген боларсыз. Жаңағы бақсы, көріпкел, экстрасенс деген кісілерді естіп жүрген боларсыз. Бір қарағанда өздерінің түсініксіз іс-қимылдарымен, әрекеттермен, олар шынымен бір ғайыпты көріп жатқандай болады. Бірақ бұл шынымен ғайыпты көріп жатыр ма? Дамыған 21-ші ғасырда біз не үшін оларға қараламыз? Және осы видеода сол нәрсені талқылап көрейік. Адамдар байырғыдан бері паранормалды нәрселерге сенген. Шамандар, бақсылар, Еуропадағы колдундар, ведьмалар деген болды ғой. Ол нәрсе қарап тұрсаң байырғыдан бері бар. Және қазіргі кездің өзінде де ондай кісілер бар. Және қазіргі тілмен оларды экстрасенстер деп айтады. Яғни осы заманның заманауи көріпкелдері. Мүмкін мына НТВ-дағы битва экстрасенсов деген бағдарламаны көрген боларсыздар. Сол жақта өздерінің қалай экстрасенстер қалай жұмыс істейтіндерін көрсетеді. Олар бір экстрасенстер талпа болып жиналып, болмайтын жерден бір жоқ жерден историяны ашып алып, жоқ жерден құпиясын ашады. Әйтеуір бір кім-кімді өлтіргенін, кім-кімді бауыздағанын, соларды іздеп бір әрекеттер жасап жүреді. Енді мен сізге мына нәрсені айта кетейін. Экстрасенсорлық қабілет ғылыми тұрғыдан дәлелденбеген нәрсе. Көбіне бұны зерттеумен психофизиологтар айналысқан болатын ғылымдардың ішінде. 1988 жылы ақш-тың ұлттық ғылым академиясы 130 жыл бойы жүргізген зерттеулерінде парапсихологиялық құбылыстарды байқамаған және дәлелі жоқ екендігін айтады. Жақсы, бұл нәрсені және көптеген ғылыми адамдар бұл көріпкелдікке қалай қарайтынын білдік деп санайық. Бірақ неге бұл көріпкелдер, бұл экстрасенстер өздерін бәрін білушіміз, болжаушымыз, көріпкеліміз деп айтады. Мынау Ури Геллер деген мистификатор. Бұл сөзін нені білдіретінін білмедім, бірақ ол өзін осылай айтады. Яғни бір мистикаға қатысы бар бір нәрсе болып тұр ғой сондағысы. Бұл кісі өзінің карьерасының басында өзінің басқа өзге өркениеттермен байланыс алатынын, өзінің көптеген левитациялық қабілеттерін көрсету арқылы халықты сендіре бастайды. Израильде халық оны жақсы көрмейді, оған сенбейді, мойындамайды. Өйткені дін өкілдері олар біледі, сиқыр бар жерде, бұндай біртүрлі нәрсе бар жерде таза жер емес екенін. Ол Европа мен Американың шоуларына қатыса бастайды. Европа мен Американың шоуларына қатысып халықтарды таң қалдырды, халықтар оған сеніп бастайды. Алайда ол кісінің левитация деп жүрген нәрселерінің барлығы жай ғана фокус болатын. Оны тіпті қасындағы фокусниктердің өздері де разоблачение түсіріп тастаған болатын. Бір ғана айырмашылық бар. Мына фокусниктер сол фокустарды істеп, халыққа көрсетіп, фокус деп көрсетіп, $500 ғана тапса, бұл Ури Геллер, бұл левитация, бұл өте үлкен күш, бұл менің паранормалдық құбылысым деу арқылы, өзін мистификатор деп көрсету арқылы $5000 дейін табады. Яғни 10 есе көп табады. Өйткені бұндай адамдарға сенеді және бар деп ойлайды. Ури Геллер өте шапшаң, епті фокусшы болған. Реквизиттері, оның қолының шапшаңдығы, адамдар арасындағы аудиториядан нық әрі сенімді тұруы және ең бастысы бұқаралық ақпарат құралдарының әсірелеп көрсетуінің арқасында Ури Геллер адамдар арасында мистификатор болып танылған. Егер осындай паранормалды құбылыстарды бар деп санайтын және оны дәлелдей алатын біреу болса, сіздерге сүйінші сұрайын, өйткені осындай құбылыстарды дәлелдеп берген адамға өте үлкен сый ұсынылған. Яғни соның бар екенін дәлелдеп $1 000 ұтып алуға сізде мүмкіндік бар. Джеймс Ранди, канадалық иллюзионист. Ол сол паранормалды нәрселерді зерттейтін, шын өтірігін зерттейтін комитет құрған. Бұл кісінің қанша жылдық жұмыс барысында ешқандай мистикаға кезікпегенін айтады. Тіпті егер кезіксе, бұндай адам өзінің қорынан $1 сыйақы беретінін мәлімдеген. Бірақ әлі күнге дейін бұл сыйлықты ешкім алған жоқ. Неге сол мистиктер далада жатқан $1 алып кетпейді, өйткені бұның бәрі иллюзия. Тағы да бір мысалды қарастыра кетейік. Мына Джеймс Ранди туралы айтып жатырмыз ғой. Осы кісінің басшылығымен Австралиядағы өте атақты танымал 60 минут деп аталатын бағдарламада Карлос деген бір көріпкелді шақыртады. Ол Карлос өте көріпкел,
болашақты болжайтын, адамдардың ойын оқи алатын, левитация жасай алатын, в общем, экстрасенс, таза экстрасенс болған. Басталғанына 2-3 күн өтпей, жаңағы Карлосты бүкіл жердегі Австралиядағы телешоуларға шақырта бастайды. Сөйтіп оны хайпқа айналдыра бастайды. Не керек? Адамдардың барлығы, оны көріп жатқан адамдардың барлығы оған сеніп бастайды. Адамдардың барлығы сенеді, оның паранормалды құбылыс жасап, мистика жасап жатқанына сенеді. Кәдімгідей мыңдаған адамдар сеніп қалады. Содан бір аптадан кейін дәл сол бағдарламада сенсациялық мәлімдеме жасалады. Бұл Карлос жай ғана адамдарға арналған телешоудан арналған розыгрыш екен. Яғни жай ғана пранк розыгрыш болып шығады. Яғни сондағы Джеймс Рэндидің байқағаны, адамдар, халық оны детальды қарамай, түсінбей, сразу көргеннен кейін сразу сене салғаны. Ал бұқаралық ақпарат құралдары оны, жаңағы Карлосты әсірелеп, оны бір тылсым күш есебінде көрсетеді. Адамдар оны жұта бастайды. Бұндай нәрселер өте көп. Телевизорлардан да қарап жүрген боларсыздар. Жаңа телевизорларда болды ғой, телевангелисттер, телевизордағы экстрасенстер деген нәрселер. Бұлардың барлығы бір сорттан шыққан адамдар. Ал Ванга ше деген сияқты сұрақтар туындауы мүмкін. Енді сол Ванганың осы күнге дейін болжаған болжамдармен танысып көрейікші. Интернеттегі сенімді дерек көздерге қарағанда, Ванга осы күнге дейін мына нәрселерді болжаған екен. 2010 жылы дүниежүзілік соғыс басталады дейді, бірақ қателеспесем, ол жылы тек қана Таяу Шығыста және Африкада, және Африканың кедей аудандарында, және Солтүстік Корея мен Оңтүстік Корея арасындағы Корея түбегіндегі соғыстар ғана болған. Бұларды дүниежүзілік соғыс деп атауға келеді деп ойламаймын. 2011 жылы солтүстік жарты шарда мүлдем тірі жан қалмайды дейді. Осы жылы мұсылмандар европалықтарға қарсы химиялық соғыс бастайды дейді. Естеріңізде бар ма бұндай нәрсе болғаны? Менің есімде жоқ. Тағы да 2016 жылы Европада адам қалмай қалады дейді. Яғни бір апат келіп, барлығын қырып әкетеді дейді. Адам қалмай қалады деген сөздің өзі бір түрлі ғой, яғни логикаға сай келмейді. 2016 жылы менің есімде не қалды? Франциядағы Европа чемпионаты есімде қалды. Дәл сол жылы Европада Европа чемпионаты болғаны есімде. Жарайды, сұрақты былай қояйын. Дәл сол кісінің кәдімгі аудиожазбаға жазылған болжамдарын естіп көрдіңіз бе? Мен негізі іздедім. Дәл сол аудиожазбаларды іздедім және тапқан аудиожазбаларының көбісінде емес, бір-екеуін ғана таптым. Ол жерде Ванга бір адамдарға сенің жаңағы табиғатың, денең ауырады екен, сенің душа болит деген сияқты нәрселерді айтады. Яғни рухани ауруың бар деген сияқты бір нәрселерді айтады. Бұл нәрселер вау деп айтатындайға келмейді деп ойлаймын өз басым. Бұл кісі туралы Ресейдің танымал блогерлерде разоблачение түсіріп тастаған болады. Сілтемелерін астыға қалдырып кетемін. Сіз жаңағы Топаның видеосын қарасаңыздар болады осы Ванга туралы. Сондықтан сенесіз бе ол кісіге, сенбейсіз бе, ол сіздің шешіміңіз. Мен сізге артық нәрсе айтпаймын. Білмеймін не керегі бар. Осы болжамдарға, көріпкелдерге, экстрасенстерге, бақсыларға сеніп, егер өзіңіздің мақсатыңыз айқын болса, болашағыңыздың білудің не керегі бар? Сіз егер өз-өзіңізге сенімді болсаңыз, бұл жердегі басты проблема сол болып тұр ғой. Өз-өзіңізге сенімді болсаңыз, любой жетістікке жетесіз. Кез келген жетістікке, кез келген мақсатыңызға жетуге болады. Жай ғана өз-өзіңізге сенуіңіз керек, басқаға емес, өз-өзіңізге сенуіңіз керек. Дәл осы нәрсе дәлелденген нәрсе. Сіз білмейтін болжамдарға сеніп, ол шын ба, өтірік пе, сол нәрсені күтіп жүргенде бүкіл өміріңіз өтіп кетеді. Амал жасауыңыз керек, іс жасауыңыз керек, көріпкел, экстрасенс деген нәрселерге білмеймін не үшін сенетіңіздеріңіз, егер сенетіндеріңіз болса. Ал қателік жасаудан қорықсаңыздар, қателік жасаудың өзі үлкен жеңіс екенін білесіздер ме? Бүкіл успешный адамдар, бүкіл әлемнің ең мықты деген адамдары, Билл Гейтс болсын, Марк Цукерберг болсын, жаңағы Илон Маск болсын, барлығы қателіктерді бастан кешірген. Олар да қателікті жеңіске бір қадам деп айтады. Қателік жасау арқылы сіз өзіңіздің кемшілігіңізді толтырасыз және кейін қайталамайтын боласыз ол қателікті. Сондықтан бос отпаңыз, әр жерден мистика күтіп, әр жерден құпия іздеп отпаңыз. Амал қылыңыз, іс жасаңыз. Сіздің өміріңіз өзіңізге ғана тәуелді. Сіз не жасайсыз, сол болады. Сондықтан жан-жақтан хабардар болу үшін, шетелдік ресурстарды оқу үшін, өйткені шетелдік ресурстар бізге өте керек, өз-өзіңізді дамытыңыз. Сол үшін мен сізге астыда өте керемет каналға сілтеме қалдырып кетем. Ол проект біздің достарымыздың проекттері. Ол жақта күн сайын бір видео, күн сайын бір шетелдік авторитетный бір каналдар бар ғой. Сенімді ресурстардағы шетелдік видеоларды қазақ тілінде көрсетеді. Ағылшын тілін білмеймін деген сылтау айта алмайсыз, өйткені шетелдік ресурстардың барлығын қазақшаға сөйлетіп жатыр. Сол үшін сол каналға кіріп, видеоларды қарап, өзіңізге керегін алып, керек емесін қарамай қойыңыз.
керегін алып, ұнаса тіркеліп, видеоларына лайк басып, ұнамаса дизлайк басып кетсеңіздер болады. Және біздің де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ұнаса осы видео ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк басыңыз. Арнаға тіркеліңіз, біздің басқа да парақшаларымызға тіркеліңіз. Және келесі видеоларда жүздескенше.